Барлықтарыңа сәлем. Короче, маған бір бешеный мысль келді. А что, если мен 5 секундты таймфреймда 1 минуттық сделкалар ашпасам? 5 мың теңгеден бастайық. Ал, кеттік. Начнем. Мына жерде что у нас ожидается? Сендер білесіңдер, бізде бар тренд нисходящий, потом бар восходящий. Бұл қалай? Нисходящий трендте бізде бар минимум точкасы және максимум точкасы. Кескен сайын продолжение тренда. Бізде вот импульс кетті, минимум точкасы және максимум точкасы. То есть осылай соңғы импульс не тұр бізде? Максимум және минимум. Астын кессе қазір коррекция, онда тренд жалғасады. Ал үстін кессе уже разворот. Соответственно, мына жақта менде келе жатыр нисходящий тренд, коррекция, потом импульс болды. То есть мынау получается менде максимум. Мынаны қалай кеседі, менде болады разворот. По идее, да, былай айтқан. То есть бізде еще мында бар. Шикарный имбаланс, прикинь, 5 секунд таймфреймда имбаланс, ё-моё. То есть получается мына жерде қазір пробитияны күтемін. Евро-долларға қарасақ бізде кетті импульс, коррекция, импульс. Да, то есть на полностью бір импульс болды. Мынаны кесті, енді давайте деп сімірі деп 1 минут жоғары деп бір сделканы ашайық. О, как раз төменге түскен кезде аштым сделканы. Қазір мынаны пробьет, он пробил точнее, но бізде импульс, коррекция, импульс деген ой бар. Огонь. Аштық 1 минутқа и будем ожидать. Кстати, еще барандай Smart Money стратегиясы дейтін тема бар, да? Smart Money бұл получается крупный игротыңызды анықтау. Mitigation блок дейтін понятие бар, как раз таки о мына жерде тұр. Это стратегия mitigation блок. На самом деле мынаның бойына түскен кезде мен уже 5 мыңға емес 12.500-ге тағы да бір сделка дагон ашып жіберетін едім. Красиво кететін. Последние 8 секунд, прикинь, знаешь, как это напряженно. 5 секунд таймфрейм деген страшно екен бар ғой. Пах. Қарайықшы историяны. Екеуі де плюс болып кетті. Бүта кетті импульс, коррекция, мынаның барлығы коррекция, соңғы максимум не тұр менде? Давайте на ликвидностьтің барлығын шешіп, төмен түсіп, мына тұрған mitigation блоктан мен қазір тағы да бір рет 12.500 теңгеге сделка ашамын. Слушай, это прикольно, очень даже прикольно. Везде GPI пошел в жопу, вообще непонятный. Мынау так, блин, вот қараңдаршы имбаланстың бойына қалай керемет асып кетті жоғары. Короче, мында быстрый болу керек, то есть стратегияларды білсең болды, в принципе, уже можно зарабатывать. Ну, аудиюзі бізде то же самое. Мына жақта кетті импульс, мында боковик, мында импульс, мында кіші боковик, мында импульс, тағы да бір бәлелер болып жатыр. Интересно, зона интереса табыла ма екен мына жақтарда? Историяны іздей отырып. Былай қарата апарсам, табылмайды ау, 5 секунд таймфреймде қайда зона интереса? Но все равно, мына индикаторларға қарап отырсақ, бізде получается орта бағасы міне кетіп барады 200. То есть мынау тұрған индикатор бізде moving average, бұл последняя цена, точнее средняя цена, кешіріңдер. Соңғы 50 сейчаның орта бағасы, соңғы 25 орта бағасы және соңғы 200-дің орта бағасы. Соңғы 200 ол такой магнит, бағаны постоянно өзіне тартып жүретін біле. Маған бір идея келіпті, мына екеуін пробитиясына кіріп кетейін ба деген. Хотя кетті бізде импульс, коррекция, импульс, бізде максимум міне тұр, по сути мынаның пробитиясында сделкаға бірақ мен кіре аламын. Так, опа, кетті. Давайте 2 минутқа діңк еткізейік мына жерден. И 1 минутқа тоже діңк еткізейік. Ауды GPI не болып отыр, ауды GPI, ауды кат қараңдар, жақындап қалды. Мына жерден қазір имбаланс бар, ликвидность бар, не болады екен, интересно. То есть мынау бізде импульс, коррекция, импульс, коррекция, түгелі коррекция, то есть на минимумды кескен жоқ әлі. На минимумды кескен жағдайда мынау менде максимум болатын еді, можно было здесь жоғары кіріп кетуге. Что там у нас евро-доллар? Евро-доллар красиво двигает. Смотри, какой красивый. Ну-ка, что там? Бірінші сделка плюс. Ё-моё, что я так раньше не торговал? Такой быстрый, мощный ворот. Зона интереса как красиво отрабатывает. Просто шикарно отработал. Просто великолепно. Ой, мынау деген саған айтыңдаршы. Осындай моментте өз курсымда рекламировать етпесем, қай моментте рекламировать етемін? Қысқасы, давайте осы видеоның астында менде сілтемесі тұрады. Заявка қалдырып, біздің курсқа қатысыңдар, мынаның барлығы отзывтар. Вообще круто, можете зарабатывать. Көбінесе бізде акцент әрине криптобиржаларға тоже болады. Дегенмен Smart Money стратегиясы көріңдер, даже биномада керемет жұмыс жасауда. А егер де сендер курсқа жазыларың келмей, біздің сигналдарды қайталағың келсе, онда біздің телеграм каналға тіркеліңдер. Көріскенше сау болыңдар.